Мен тартадел самоучкамын. Осыған дейін торттарды, пирогтарды YouTube каналынан қарап, көп тәжірибе мен уақыт жұмсап, өздігімнен үйренген болсам, енді қазіргі кезде сұранысқа ие болып жатқан чизкейктерді өз ісінің маманына барып, офлайн түрде қатысып, көзіммен көріп, үйренуді жөн көрдім. Алдын ала 2 апта бұрын жазылдым. Сабақ 2 күн болды. Бірінші күні основаға қажет сабле печеньесін жасауды және 6 түрлі начинканы дайындауды үйрендім. Мына жерде Орео, манго маракуйя, дубайский, киндер, тары қосылған және классикалық Сан-Себастьянды жасап жатырмыз. Барлығы піскеннен кейін міндетті түрде 1 күн стабилизацияда тұру керек екен. Тоңазытқышқа салғаннан кейін жұмыс аяқталды. Ұстаз тамақ шай беріп, онымен қоса 1 қап күрішін ұстатып, мені үйіме шығарып салды. Енді келесі шығатын рилсте 2-ші күн қалай өткенін айтып беремін.